Бүгін енді видеомызда қымбат көліктердің бағасымен таныстыруымызды жалғастырамыз. Әрбір көрерменнің байы болсын, осындай жақсы көліктерді алуға Алла нәсіп етсін деп бастаймыз. Кеттік бірге көреміз. Осы көліктен бастайық. Мерседес. Негізі базарда Мерседес көп, өздеріңіз білесіздер. 2007 жылғы 3,5 объем 6 миллион 900 мың сұрап тұр. 701 714 06 24 нөмір, телефон нөмір. Осындай кроссовер дейме мынаны. Кроссовер Мерседес. Цветі күшті екен дейсің бе? Нет, цветі күшті. Нет, цветі басқаша екен, ерекше екен. Так, Renault. Так, бағасын көрсетейік. Бірден 2006 жылға 7 миллион 650 мың. Так, объемы 2, автомат 701 195 55 57 нөмір, телефон нөмір. Так, осындай. Так, артынан көрсетейік. Жай күйін. Осындай жылтырап тұр, шыттай болып тұр екен. Мына жерде мұндай шыттай камера тұр. Сыртқы жай күйі. Осындай. Так, сыртын көрсетіп алайын, сосын бағасын көрсетем. Бағасын жылын сосын көреміз. Жылтырап тұр екен. Жаман көлік емес сияқты. Жақсы күйдегі көлік сияқты қазір. Бағасын көреміз. Так, бағасы 12 миллион 500 мың теңге, 2015 жылы 2,5. Телефон нөмір 77 858 45 40. Осы нөмірге алсыздар. BMW-ны көрсетіп кетейік та, BMW. BMW-да мықты көліктер ғой. Так, сырты мінекей. Мындай бұл да жылтырап тұр. Қымбат көліктердің бәрі шыттай ол жылтырап тұр. Так, мінекей. 2013 жылға объем 3. Автомат 9 миллион 700 мың. Нөмір 776 050 05 50. Осы нөмірге аласы болады. Мына жердегі жол талғамайтын көліктер қатарынан түрген, бәрін қатарынан көрсетіп шығайын. Мына көлік европеец дейді. 2013 жылғы 2,7 объем, автомат, бағасы жазылмаған, нөмір 777 Осы нөмірге аласыздар. Келесі Lexus-тің бағасы жазылмаған, жылдар ештеңесі ақпараттар жазылмаған. Жақсы келесі көліктерді көре берейік. BMW тұр, BMW. Машиналар BMW-лар. Қазір көреміз. Оған не сұрап тұрған. Сыртынан қарап дүңкей әдемі болып тұр ғой. 2010 жылғы 3 объем труба дейді. 13 миллион. Телефон нөмір 777 554 1222. Осы нөмірге алсыздар. Так, не машиналар көрейік қазір. Мінеге алыстан мен мұнда олап тұрған машина. Хамман деп. Хамман деген не машина көрмендер айтып жеңіздер ғой. Мен дүнге қалатын. Так, 2008 жылғы 3,5 объемы 10 миллион 700 мың. Телефон нөмір 777 836 Осы нөмірге хабарласасыздар. Осындай Hyundai тұр. Так, қазір көреміз 2019 жылғы дейді. 8100 миль жүрген дейді. 14 миллион сұрап тұр. Телефон нөмір 700 080 40 03. Объемы 2. Осы тұр, сыртқы жай күйі. Неге Toyota Camry. 2012 жылғы 2,5 объемы, автомат 11 миллион тұрап тұр. 778 545 56 99 нөмір. Осы нөмірге алсыздар. Мынандай Lexus тұр, кроссовер. Жылы ескіру сияқты ғой. Қазір көрейік. 2007 жылғы дейді. Салоны кожа дейді, автомат дейді. 9 миллион 200 мың сұрап тұр. 75 436 28 44. Жай күйі осы. Мына жерде мінекей Volkswagen Passat тұр. Жылдырап тұр, шыттай болып тұр. Жылы бер жақтағы жылдар сияқты. Қазір көреміз бағасын жылдары. 2019 жылғы автомат 2 дейді, объемы 11 миллион 700 мың сұрап тұр. Телефон нөмір 77 412 15 13. Өштейме солан ашып қалса қазір көреміз. Кілтеніп тұр екен. Қымбат көліктердің арасында мыналар тұр. Chevrolet тұр, Largus тұр. Кетеміз бағасын. 2020 жылға 37 мың жүрген дейді, автомат дейді, классик өзінікі, родной дейді, 7 миллион сұрап. 77 465 83 15. Осындай сұрап. Largus'ты көріп кетеміз, қымбат машиналардың қатарында тұр екен. Қазір бағасын дейміз, новый олардан. 2019 жылғы дейді, 7 миллион дейді, Largus'ты. 77 465 83 15. Екеуі нөмір бірдей ме? Екеуі нөмір бірдей екен. Осы нөмірге алсыздар. Жерде де тұр, Chevrolet. Қазір бағасын білеміз. Сыртқы жай күйі осындай. 2021 жылғы 22 мың жүрген автомат, бағасы 7 миллион жарым. Өзінің краскасы 773 44 95 52 нөміріне алсыздар. Мінекей Chevrolet Colt дегендер осылар. Chevrolet Colt, анау Largus,
бағалары өсіп кетті. Мына жерде 2013 жылғы Camry тұр. 2013 жылғы бағасы 7,5 миллион. 744,92. Сол номерге алсаңыздар. 2013 жылғы. Мына Toyota Corolla'ны көрсетіп едік. Бағасын жылын көрсетейік. Есік ашық тұрса қазір салонын көреміз. 2013 жылғы 1.8 автомат 5 миллион 800 мың сұрап тұр. 747 593 93 23 5 миллион 800 сұрап тұр мына Corolla'ға. Мына нөмірге хабарласып сауда аласыздар. Есік ашық болса көрейік. Ашық екен. Салон іші осындай. Мына Toyota'ның ерекше фиолетовый цвет Corolla 2019 жылғы. Бағасы 10 миллион 9 мың. Телефон номер 747 033 34 28. Әдемі түсті Subaru тұр. Көріп кетеге бағасын біліп кетейік. Жылы 2014, объем 2.5, автомат коробка 9 миллион 800 мың. 78 574 29 49 нөміріне алсаңыздар. Азыр есік ашылса көреміз. Жауық тұр екен. Үстінде багажы бар осындай. Салатын Subaru. Минивэн Mercedes қарап кетейік. Кешегі салонда көрсеттім ғой, бұның бағасы новыйлай 48 миллион деп тұрды. Қазір бұна Mercedes-тің бағасын көреміз. 2004 жылғы 6 миллион 200 мың. Объем 2.2. 747 742 1526 миллион алсыздар. Новыйлай салонда 48 миллион деп тұрды осындай Mercedes-ті. Неше адамдық мына балдар? Неше адамдық? 7 адамдық екен. Прицебі бар артында. Бағасы прицебімен қосқанда ма? Прицебімен бірге жаңағыдай баға. Жаңа нөмірге алсыздар. Осындай шағын Toyota тұр екен. Қазір бағасын жылын білейік. Томпиған тым жақсы екен. 2020 жылғы дейді, объем 1.5 дейді, ал автомат 10 миллион 300 мың деп тұр. 777 964 14 нөміріне алсыздар. Шағын қызы екен. Toyota Yaris деген көлік болса. Кішкентай 2-3 адам отырып алып баса беруге болады дейсің ғой. Бүгінгі базар мінекей осы күз қайнап жатыр, күн жылы. Адамдар да шорып толып жүр, бәрі машина қарап жүр енді. Саудаласып жүрген бір адам. Құрметті көрермендерім, осымен аяқтаймыз. Машиналардың жай-күйі, бағалары осындай. Әрбір көрерменім бай болсын, жақсы көлік мінуге Алла нәсіп етсін дейміз. Рахмет көп. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.